Сәлем достар, қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге осындай сочный болып шығатын етті бәлішті назарларыңызға ұсынамын. Менің арнам сіздерге ұнап жатса, міндетті түрде тіркеліп, лайк, комментарий жазуды өтінемін. Өйткені мен үшін, қазақша контент үшін өте маңызды. Ал енді бастаймыз. Біздің жылы тұрған айранымызға бір шай қасық содан саламыз. Араластырамыз. Ол 2 есеге көтеріледі. Міне көріп тұрғандарыңыздай көтерілді. Өте пышный болып көтеріледі. Енді көтерілгеннен кейін біз үстіне сары майымызды саламыз. Сары майымыз бөлме температурасында болуы қажет. Үстіне тұзымызды саламыз. Енді бір жұмыртқаның жартысын ғана саламыз. Жартысы бәлішіміздің бетін жабуға қажет болады. Енді ұнымызды салып, қолдың көмегімен қамыр жасаймыз. Бетін жауып 10-15 минутқа демалдырып қоямыз. Енді ішіндегі салмасын жасауға кірісеміз. Салмасына бізге фарш, пияз, тұз, бұрыш қажет болады. Картошканы біз осындай ұсақтап турап аламыз. Енді дайын болған қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігі үлкен, екіншісі кішірек. Үлкен бөлігін астына жайып аламыз осылай. Енді астыңғы бетіне біз фаршымызды орналастырамыз. Енді картоплымызды фарштың үстіне қойып шығамыз. Оның үстіне бөлме температурасында тұрған сары майымызды бетіне үгітіп шығамыз. Сонда біздің пирогымыз сочный болып шығады. Енді екінші кішкентай бөлігін жайып аламыз да бетіне орналастырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай үстіңгі бөлігі астыңғы бөлігінен кішірек. Енді осылай орап шығатын боламыз. Жаңағы қалған бір жұмыртқамыздың жартысын бетіне жағатын боламыз. Бетіне қалауларыңызша кунжут, мак себуге болады. Мен кунжут пен макты бірге септім. Міндетті түрде біз ортасын пышақтың көмегімен кесіп қоюымыз қажет, ауа шығып тұру үшін. Достар, қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосып, мені қолдап отырыңыздар, маған тіркеліңіздер. Менің каналымда тек етті бәліш қана емес, осындай тәттілердің рецептісі де бар. Сол үшін маған міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Міне біздің етті бәлішіміз пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай толық пісті. Өте дәмді болып шықты. Өте сочный. Қазір бөліп көрсететін боламын. Міне көріп тұрғандарыңыздай ыстық күйінде кестім. Түріне қарасаңыздар өте сочный болып шыққан. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Отбасыларыңызды, балаларыңызды қуантыңыздар.
сіздермен болған Айдана. Сау болыңыздар.